Егер бір күні үйдегі айнада кенеттен қандай да бір жазу пайда болса, өз көздеріңізге сенетін бе едіңіздер? Мен барахолкадан айна сатып алдым. Тура түн ортасында сағат 12-де оның бетінде кенеттен қан жолақтары пайда болды. Онда мынандай ескерту жазылып тұрды: 14-ші нөмірлі көлікке ешқашан отырма. Телефонымдағы сағат дәл түн ортасын көрсеткенде айнада ешқандай қан дақтары көрінбеді. Компанияда, яғни жұмыс орнымда күрделі жөндеулерге байланысты бірнеше күн үйде болып жұмыстан демалдым. Бірнеше күн өтті, бірақ айнада бірде-бір қан ізі пайда болмады. Бейсенбі күні кенеттен маған полиция қоңырау шалып, бөлімге келуімді сұрады. Бөлімшеге келгенде полиция маған бейнебақылау камерасынан алынған жазбаны көрсетті. Қиылыста құмға толы жүк көлігі бағдаршам алдында тоқтап тұрған, ал артындағы жеңіл көлік жылдамдығын бәсеңдетпестен керісінше газды басып бар екпінімен жүк көлігіне соғылған. Соққының салдарынан жеңіл көлік әп-сәтте жапырылып қалды. Оның нөмірінде 14 саны жазылған еді. Бұл жай ғана жол апаты емес болатын. Тексеру барысында апатқа ұшыраған көліктің тежегіші істен шыққаны анықталды. Бұл кісі өлтіру емес пе? Ван ханым, әріптестеріңіздің айтуынша сол күні сіз іс-сапарға шығуыңыз керек болған. Бірақ соңғы сәтте сіздің орныңызға басқа қызметкер барыпты. Мен басымды изедім. Мен таңертең ішім ауырып тұрған еді. Мен менеджерден аздап күтуін өтіндім. Бірақ ол уақыт жоқ екенін айтып, менің орныма басқа әріптестерімді жіберді. Айна туралы ештеңе айтпадым. Айна жайлы әңгіме тым оғаш еді. Ешкім сенбейтінін де білдім. Ван ханым, сізді қаза тапқандардың бірімен кикілжің болған деп естідік. Мен Чансянмен шынында да болмашы келіспеушіліктер болғанын түсіндіре бастадым. Ол 2 рет менің тапсырмамды тартып алған, бірақ бұл жай ғана әріптестер арасындағы ұсақ келіспеушілік. Оны өлтіруге менде ешқандай себеп жоқ еді. Әрі мен көліктерден мүлде хабарсызбын. Тежегішті қалай бұзуға болатынын да білмеймін. Айтпақшы, сіз жанжалдасқан марқұм Чансян емес, Хуан Вэй деді. Хуан Вэй жүргізуші болған, кейбір әріптестер оны әйел құмар дейтін. Бірақ ол маған аса назар аудармаған сияқты. Ол маған ешқандай орынсыз әрекет жасалмағаны көрініп тұр. Бірақ сіз Хуан Вэй сізге тиісіп жүр деп арыз жазыпсыз. Ондай болмаған. Мүмкін бірдеңені шатыстырып алған шығарсыз. Ол құжаттарды шығарып алдыма қойды. Онда менің қолтаңбам тұр екен. Сол сәтте бәрін түсіндім. Олар шатасып кеткен. Біздің компанияда аты жөні бірдей 2 адам бар. Екеуінің де аты Ауе. Мен кейін келгендіктен және жас болғандықтан мені кіші Ау, ал екіншісін үлкен Ау деп атайтын. Үлкен Ау өте сұлу болатын, ол іс-сапарға жиі шығатын. Оған Хуан Вэй тиісіп жүрген, тіпті полицияға шағымда түсірген. Бірақ Хуан Вэй басшының жиені болып шыққандықтан босатылмай қайта жұмысын жалғастырды. Ал әріптестер керісінше Ауға күмәнмен қарап, оның қысқа киінетінін, еркектерді әдейі азғыратынын өсектейтін. Ақыры ол өз-өзіне қол жұмсап, өзенге секіріп кетті. Мен полицияға қоңырау шалған адам мен емес, басқа әріптесім болғанын түсіндірдім. Ұйқысыздықтан әбден шаршаған жас полицей қолын бір сілтеп мені үйіме жібере салды. Үйге келген соң тыныштала алмадым. Айна есіме түсті. Тіпті апатты біреу әдейі жасаған күннің өзінде де айна болашақты алдын ала болжады емес пе? Әлде кісі өлтіруші әдейі айнаға жазу қалдырды ма? Бірақ ол менің сол айнаны сатып алғанымды қайдан білді? Бірнеше күн бұрын әріптесіме барахолкадан үлкен айна алғым келетінін айтқаным есіме түсті. Сонда айна әдейі сол жерге қойылған ба? Кісі өлтіруші менің таныстарымның бірі ме? Осы ойдан-ақ денем тітіркеніп кетті. Кешке қарай ұйқым келіп көзім ілінді. Оянғанда телефондағы сағат тура түн ортасын көрсетіп тұрды. Бірден айнаға қарадым. Көзім шарасынан шыға жаздады. Айнада қан қызыл әріптермен жазу пайда болды. Қара киінген еркектен аулақ жүр. Түнгі 12-де бұл жазу тағы да пайда болды. Қан түстес көзді тіліп тұрған әріптерден арқамнан мұздай суық жүріп өткендей болды. Бірнеше күн бұрын айнада ештеңе жоқ еді ғой. Мен алдымен есікті тексердім. Бұзылған ізі де жоқ. Үйдің әр бұрышын қарап шықтым. Мен 30-шы қабатта тұрамын. Терезеден кіру мүмкін емес. Жүрексініп барып айнаға жақындадым. Қан нағыз адамдікіне ұқсайды. Мүмкін бұл айнада бір елес бар шығар деп қорқып кеттім. Айнадағы ескертулерді есіме алып, алдағы бірнеше күн үйден шықпауға бекіндім. Бірақ компаниядан тағы қоңырау шалып, шұғыл келуімді талап етті. Бастық келеді, бәрін орнында болу керек. Бармасам жұмыстан шығарады.
Сөйтіп үйден шықтым. Қара киімді адамнан аулақ болу үшін метроға мінбей такси шақырдым. Жүргізушінің ақ футболка кигенін көріп қана тынышталып отырдым. Кеңсеге келгенде бәрі жиналып қалыпты. Жақында болған апат жайлы ешкім үндемейді. Қара киімде ешкім жоқ екен. Ішім бір жеңілдеп қалды. Жұмыстан кейін бастық бәрімізді шақырды. Тағы қарап шықтым. Бәрі күндізгі киімде, қара түсті ештеңе де жоқ. Мен жасыл киінген жүргізушінің көлігіне отырмақ болдым, бірақ біреу шақырды. Көп ұзамай бастық келді. Оның қара костюм кигенін көргенде көзім қарауытып кетті. Не тұрып қалдың, көлікке отыр. Қолынан тарта бастады. Әдетте жұмсақ мінезді бастық бүгін тым қатал еді. Оның қолы мұздай, тіпті қатты қысып тұрды. Мен жұлқынып шықтым. Сол сәтте бір әріптесім келіп қалды да, бастық қайтадан жайдары болып шыға келді. Бәрі маған елес сияқты көрінді. Кейін бір сағаттан соң жаңалық келді. Көпірде бастық отырған көлік жарылыпты. Егер мен отырғанда айна мені осымен екінші рет құтқарды. Бірнеше күннен соң полиция тағы шақырды. Бұл жолы жасы үлкен офицер қарсы алды. Тіпті бір ай бұрын мені ауруханаға апарғанын айтты. Қолымдағы тыртықты көріп өзім де таңғалдым. Оның қайдан пайда болғанын ұмыттым. Үйге келіп қонақ бөлмедегі жұмбақ жарық шашып тұрған айнаға қарадым. Айнадағы бейне менікі емес еді. Ол нәзік денелі, кішкентай жүзді адам. Ол маған тік қарап тұрған жоқ, бірақ мен қозғалған сайын ол да дәл сол қимылды қайталады. Тек бір айырмашылық бар еді. Оның көзінде мендегі қорқыныш жоқ болатын. Мен қолымды көтердім. Айнадағы адам да көтерді. Бірақ бір сәтке ғана ол менен кеш қимылдады. Жүрегім қатты соғып бастады. Сол кезде айна бетінде қан қызыл әріптер пайда болды. Олар баяу, бірінен кейін бірі жазылып жатты. Сен түпнұсқа емессің. Денем мұздап кетті. Басым айналып орындыққа отыра кеттім. Сол сәтте бәрі есіме түсті. Полицияның шатасуы, аты жөнімнің бірдей болуы, қолымдағы тыртық, офицердің мені бұрыннан білетіндей қарауы. Мен айнаға қайта қарадым. Айнадағы адам жымиып тұрды, ал мен жымиған жоқпын. Сол кезде көз алдыма ескі естеліктер келе бастады. Аурухана, аппақ жарық, дәрігерлердің дауысы. Біреу, ол тірі қалмайды дейді, тағы біреу, оны ауыстыру керек деп сыбырладым. Мен есімнен танып қалдым. Есімді жиғанда айнадағы жазу өзгеріп кеткен еді. Мен сенің орныңдамын. Сол сәтте бәрін түсіндім. Айна болашақты көрсетпеген, ол өткенді еске салған екен. Айнадағы адам маған қарай жақындай бастады. Айна беті су секілді толқып кетті. Мен артқа шегіндім, бірақ бөлме тартылып бара жатқандай болды. Сол кезде айнада соңғы жазу пайда болды. Орнымызды ауыстыру уақыты келді. Жарық өшіп қалдым. Көзімді ашқанда мен айна алдында тұрдым, бірақ бөлме басқаша еді, мүлде бейтаныс. Ал айнада менің бейнем емес, менің дәл өзім тұрды. Ол маған ұзақ қарап тұрды да сыбырлап айтты. Рахмет, енді сен менің орнымда қаласың. Ол бұрылып кетіп қалды. Мен айнаға қолымды тигізгім келді, бірақ әйнектің орнына суық қатты қабырға сезілді. Сол сәтте сырттан дауыс естілді. Ау ханым, дайынсыз ба? Жұмысқа кешігеміз. Мен жауап бергім келді, бірақ даусым шықпады. Айна бетінде қан қызыл әріптер соңғы рет жарқ етті. Айналар ешқашан өтірік айтпайды.